Бизнес үшін қолайлы шараят жарату мемлекеттік саясаттың тигарғы бағдарларынан бірі. Іспермелердің мәселелерін шешу, басылмаларын қоллап қуатлау, бизнесін тұрақлы рауажландыруға елімізде айрықша этибар қаратылмақта. Осы мақсатта 4 май күні Беруни районында Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаевтың көшпелі қабылдауы болып өтті. Іспермелер менен көшпелі қабылдау өткерумізден тек арғы мақсат сіздердің алдыңызда ұшырасып отырған har qanday машқалаларға ұнамды шешім тауып, ашықтан ашық сөйлетлесу болып табылады. Ұшырасуда Амудария, Елікқала, Беруни һәм Төрткүл районларынан жамы 60-тан астам іспермелердің мүрәжатлары көріп шығылды. Олар өздерінің ұсыныстары, сондай-ақ бизнесті жүргізуде ұшырасып отырған машқалалар, жер участкаларын рәсмилестіруден баслап, қаржыландыру, кредит алу һәм бюрократиялық тосқынлықтарды сапластыруға шекемгі машқалалар менен бөлісті. Һәр бір мүрәжат этибар менен тыңланды. Tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash bo'yicha 500 million kredit so'rayapman. 14% kredit bo'ladimi? Mikrokredit. Qadағалауға аласыз? Көплеген мәселелер сол жердің өзінде шешілді. Қосымша уақыт һәм жұмыс алып баруды талап ететіғолары болса, жеке қадағалауға алынып, тарау жауапкерлеріне тиісті тапсырмалар берілді. Müracaatım xususiylashtirish edi. Kichik sanoat zonada auksionda olgan zdaniyamizni xususiylashtirish va bu masalamiz 10 kunlarga bitadi. Xudo xolasa, nomimizga ijobiy bo'lib, jarayonlarni o'tkazib, muammolarimizni yechimini topdik. Kattakon rahmat. Tadbirkorchilik hozir oldin qiyin edi. Hozir prezidentimiz chiqarayotgan har bitta qarorlari, har bitta imtiyozlardan foydalanib qolish kerak. Barchaga men shuni taklif qilaman, to'xtamaslik kerak. Ko'ram, meni kayfiyati yaxshi. Mana shunaqa sayyor qabuldan keyin ko'pchilik odamni ishlari kutib, shular qatorida juda xursandmiz. O'zimizning paxtamizni qayta ishlash maqsadida Xitoy mamlakatiga borib, zavod shartnoma qilib keldik. 4 may kuni Beruni rayonida Aqsaqalımız sayar qabılı oldu. Şu sayar qabılına qatnaşıp, muammolarimizni şu Aqsaqalımız yechib berdi. 250 ming dollar kredit alishimiz kerak edi. Aqsaqalımız o'zi topshiriq berdi, hammasi hal bo'ldi.